Адам өмірінің 1/4 бөлігін ұйқыға және 6 жыл уақытын түс көруге жұмсайды. Алайда оянғаннан кейін адамдар түстің көп бөлігін есте сақтамайды. Ғалымдарының пайымдауынша, мидағы тәбет пен ұйқыға жауапты нейрондар ондағы керексіз ақпаратты жойып отырады екен. Сол себепті адамдар түсінің көп бөлігін ұмытып қалып жатады. Түс көру қиял процесінің ұйқы кезіндегі енжар бейнесі. Түс көруді физиологиялық тұрғыда былай түсіндіреді. Ұйқы кезінде ми клеткаларының қызметі толық тежелмейді, кейбір бөлімдері ояу қалпындағыдай жұмыс істей береді. Ми қыртысының осындай бөліктері күзетші пункт деп аталады. Күзетші пункттерде адамның бұрынғы көрген, естіген, дәмін татқан нәрселердің бейнелері қайта тіріледі. Міне осылайша адам түс көреді. Түстегі ақылға сыймайтын бейнелердің туындауын мидағы сигнал жүйелерінің арасындағы байланыстың әлсіреп, бірінші сигнал жүйесінің іске қосылып, екінші сөздік сигналдың толық тежелуімен түсіндіріледі. Тігін машинасын ойлап тапқан Элиас Хоуи оны өзінің түсінде көргендігін айтқан. Адам түсті әр 90 минут сайын көреді. Ал ең ұзақ түс таңғы мезгілде ары кетсе 30-40 минутқа созылады. Түс су секілді. Адамның ойын бұрмалап шатастырады. Егер сіз түсіңізде тістен айырылып немесе тісті жылдырып жатқан болсаңыз, онда ол сіздің қазіргі уақытта дәрменсіз жүргеніңізді немесе өмірде бірдеңе жоғалтқаныңызды білдіреді. Шалшық су туралы түс көрсеңіз, онда сіздің денсаулығыңыз нашарлап бара жатқанының белгісі. Егер түсіңізде бөгде ғаламшарлықтарды көрсеңіз, онда тап осы уақытта сіздің қоршаған ортаға байланысты қандай да бір қиындықтың болып жатқанын білдіреді. Ежелгі дәуірде түсті бір құбылыстың кілті деп есептеп, оны болашақта айқындаушы деп ойлайды. Ал қазірде түсті психологиялық негізге алып жориды. Түс көрген сәтте мидың есте сақтау қабілеті тоқтаса керек. Ал түсті мүлдем еске түсіре алмайтындар ол толығымен жұмыс істемейді. Адамның түсі есте қалған жайттарға жанаса отырып пайда болатындықтан есте сақтау оңай емес. Психологтардың ойынша, өңінде ойлаған қиял ғажайыптың түс үрдісінде көрініс табады. Құрметті тыңдарман, сіз жиі түс көресіз бе? Комментарияға өз ойыңызбен бөлісіңіз. Және сіздің ең соңғы көрген түсіңіз есіңізде ме?